Құрметті достар, біз Есік қаласына келіп жеттік. Есік қаласына келудегі мақсатымызды білесіздер. Ғазірет Ратбек қажы Нысанбай атамыздың үйіне келіп жеттік. Керемет табиғаттың аясында орналасқан алма бағы бар. Мына жерде 3 гектар үлкен территориясы бар. Сондай керемет жерде орналасқан екен. Нағыз ғылыммен, біліммен айналысатын жер деп есептейміз. Осы атамыздың осы керемет қазіргі тұрып жатқан осы коттедж үйін өзінің кенже баласы соғып берген екен. Осы үйде өзінің жеке кабинеті, кітапханасы бар. Бүгін сол жермен танысамыз. Музей секілді атаның көптеген естеліктері бар. Соның бәрін танысып сіздерге көрсететін боламыз. Атамызбен сұхбат алып, өзіміз қатарлы жастарға, келешек келе жатқан қарындастарымызға үлгі өнеге болсын деп келіп отырмыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Мына керемет кәделер Ратбек атамызға 30-дан астам мемлекеттің патшаларының берген сый-сияпаттары. Керемет Аллахтың көркем есімі жазылған, дизайны керемет, алтын жалатылған, сондай бір өте бір көздің жауын алатын керемет құнды дүниелер екен, естеліктер. Бұны да түсіріп алып, сіздерге таныстыруда атамыздан рұқсат сұрап, осылай жөн көрдік. Мына қанжардың бейнесінде жасалған, алтын жалатылған сондай бір керемет кәде. Бұл да атамыздың өткірлігі, сөзге шешендігі, кез келген түйінді мәселені шеше алатын қасиетіне қарай бағалап берсе керек. Қандай керемет дүние. Бұл Мұхаммед Хусейн Мүбарактың 1990 жылғы маған берген награды мынау. 36 мемлекеттің мүфтилары әлемдік ғалымдардың ішінде баяндамадан ең жоғары дәрежеде сөйлегендігі үшін берілген. Қайырлы күн, құрметті достар. Біз Есік қаласына келіп жеттік. Ратбек қажы атамыздың үйіндеміз қазір. Көптен бері армандап жүрген осы кісімен сұхбат алсақ, осы кісінің өнегесін, мұрасын ұрпаққа, біз сияқты жастарға, бізден кейінгі келе жатқан ұрпаққа жеткізсек деген өзіміздің бір мақсатымыз болған. Бүгінгі күні сол мақсатымызды орындауға келіп отырмыз. Ассаламуалейкум ата. Қалайсыз? Денсаулығыңыз қалай? Жақсы ма? Бәрі аман есен? Осы сізге келіп сұхбат алуды біраздан бері мақсат етіп жүреді. Өткенде бір келіп кеткен, өзіңіз білесіз. Енді қазіргі заманға сай көптеген өзіңіздің шәкірттеріңіз де бар, оның ішінде кісілер осы интернет арқылы, қазіргі заманауи құрал арқылы өзінің білімін, көптеген насихаттарын халыққа таратып жүр. Соның ішінде мына аға буын, ата буын өкілдерінің ішінен көптеген адамдар халықтан тыс қалып, үлгі өнегесін, насихатын бір жеткілікті тарата алмай жатқанын біз жастар байқаймыз. Сол олқылықтың орнын толтырсақ деп отырмыз. Сіздің біліміңізді, өнегеңізді көптеп осы Instagram бар, YouTube бар, осы желілер арқылы жастарға таратсақ, ертең артыңызда үлкен мұра болып қалады деп отырмыз. Сонымен сізбен сұрақ жауап ретінде өткіземіз сұхбатымызды, өйткені бізді көріп отырған көрермендер өздеріне қызық жерлерін, сіздерге ұнаған жерлерін қиып алып, Instagramдарыңызға немесе WhatsApp желісі арқылы туған туысқандарыңызға таратсаңыздар болады деп ойлаймыз. Қолдауларыңызға көп-көп рахмет, алдын ала рахметімізді айтамыз. Ал ата, енді сізге әуелден қоятын сұрағымыз, енді арыдан бастайық. Сіздің еңбек жолыңыз туралы көптеген фильмдер жасалыпты, көптеген сұхбаттар беріпсіздер. Бірақ біз енді айтылмаған жағын көбірек қозғасақ деп отырмыз. Айтылғанын біз тағы да халыққа жеткізе жатармыз. Енді бірінші кезекте өзіңіздің осы бала күніңіз, өзіңіздің әкеңіз, анаңыз туралы қысқаша айтып берсеңіз, содан бері өрбіздік. Енді бала кезінде өздеріңізге белгісіз кеңес заманында туылдық. Сол тәрбиеде болдық, сонымен өстік. Бірақ мен комсомолға өткенім жоқ. Жақсы 2-4 басқасын бәрін 5-пен бітіргенмін. Ол медаль беретін болған, бермеді. Неміс тілмен, орыс тілден 4 қойып, 3 балаға, 3-өдік медаль соңға, 3-өмізді алмадық. Содан кейін мен Бұқараға барып түстім. Бұқарадағы Мир Араб медресесіне. Мир Араб медресесінің ол 9 жылдық оқу, 6 жылда бітірдім. Бұқара пединститутының тарих факультетін қатар бітірдім. Біреуі құдайлы, біреуі құдайға қарсы оқу. Өйткені екеуі керек маған, салыстыру үшін. Анау бір жағымен кетсең, бір жақтама болып қаласың. Екеуін салыстыру үшін таңдап тұрып тарих факультетіне түстім сол. Соны оқып бітіріп, Бұқарадағы 9 жылдықты 6 жылда жақсы бітіріп кеттім. Оны да жақсы бітірдім. Содан кейін Либия университетінің
шариғат және халықаралық заң факультетіне 69 жылы барып, 75 жылы лицензиат, ученая степень между бакалавр доктормен бітірдім. СССРда 70 миллионнан астам мұсылман болған. СССРда, Совет үкіметінде 70 миллионнан астам мұсылман болған. Сол мұсылмандардың ішінде шариғат және заң факультетін бірінші бітіріп, елге қайттым. Яғни былайша айтқанда діни оқуды докторлықпен бітірдім. Мен 7 тілде сөйлегем. Араб, фарсы, ағылшын, өзбек, қазақ, орыс, неміс тілдерінде. Тура ма? Бірақ бұның ішінде күшті сөйлегендерім араб тілі, онан кейін ағылшын тілі, онан кейін фарс тілдері болды. Бұларменен жақсы сөйлесіп, енді қазір бұлар 50 жылдан асып, 60 жылға барып қалып енді кетіп жатыр ғой, бірақ негізі бар, бірақ енді түбірі сақталып қалды осы. Жаңағы сұрағымда айтқандай, өзіңіздің әкеңіз туралы, анаңыз туралы қысқаша айтып берсеңіз, өте қызық ақпарат аз екен. Өте намазхан, өте тақуа, біреуге қиянаты жоқ адам болған, әкесінен 5 жасында, анасынан 11 жасында жетім қалған. Бірақ біздің шыққан тегімізді айтатын болсақ, менің әкем Торғауыт бидің жиені. Әкемнің әкесі Құрымбай Жаныстардың датқасының жиені. Ал енді жездесі Жұмағұл Болыс деген адам болған. Торғауыт бидің бірінші қызының күйеуі. Оның туған Қожабай Қара деген болған. Ал енді менің әкемнен үлкен қыз мынау Өзбекстанда Шыршықта мынау нелердің шаншқылдардың датқасына түскен. Ол қайтып кеткен. Енді жалпы айтқанды менің әкемнен басқаның бәрі осындай адамдар болған. Әкем жетім қалып, жаңағыдай жайлап өскенде, сол уақытта Совет үкіметінің несіне ұшырап қалған. Бірақ бұны 2 рет барса келмеске айдаған. Бірінде ағайындар қалған, Совет үкіметіне жетімдер керек дейсін. Бұл ана әкесінен 5 жаста, анасынан 11 жаста қалған, бұл жетім ғой деп қалған. Кейін екіншісінде айтқан, бұл жетім мана-мана отта жатыр. Ал бұның алған әйелі барып тұрған байдың, ақынның, сәугейдің қызы. Ал бұл қалай алды оны деп тағы берген. Сонан кейін оны ауыл совет дейміз ғой, сельский совет. Сол жолын тауып алып қалып, сонан аман қалған. Айтпесе, ал менің анам Айтбозым деген Сыргелдің ішінде Байғожа деген кісінің немере қызы ақын, суырып салым ақын болған. 2 келе сыр бойына танымал адам болған. Көріпкелдігі де болған. Менің Арабияда оқып жүргенде не істегенімнің бәрін кәдімгі телевизорға түсіргенде келгенде айтып бере беретін еді. Мынандай қылдым, мынандай қылдым, мынандай қылдым. Осындай адамдардың балдарымын мен. Керемет ата. Рахмет. Одан кейін жалпы енді сіздің еліміздегі ең басты елеулі еңбегіңіз біздің діни басқарманы бөліп алып, осы Азиялық Ташкенттен бөліп, жеке өзіміздің діни басқарманы бөліп алып шықтыңыз. Оның өзі үлкен тарих екен. Бұл көп айтылып та, көп жерде айтыпсыз. Сол туралы қысқаша айтып берсеңіз, одан кейін біз негізгі сұрақтарға көшеміз. Арабияда оқып жүруде Қазақстанды бөліп алуды мақсат қылғам. Өйткені саясат Кремльге байланған бізде. Қазақтың саясаты, Қазақстан саясаты. Діні Ташкентке байланған. Демек, қазақтардың екі қолынан екі жағы ас қойған. Аяқтарын байлап қойған Иисус Христос сияқты. Тек дене басы ғана қимылдайтын, басқа жерде қимылдайтын жері қалмаған. Сондықтан қолынан келсе қазақ елінде, қазақ жерінде болмаған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын құруды мен армандап келгем. Сол арманыма жеттім мен. Өйткені мені 2 рет Орта Азия Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына Москвада Христоратов шақырып алып, сіз мүфти боласыз Бабақановтың орнына. Өйткені сізден өтетін ешқайсы жоқ. Бабақановтың өзі айтып отыр, нағыз діндар болса Ратбек болу керек деп отыр. Ал енді бабасы мүфти болған, әкесі мүфти болған десең, менің балам Шамсидин екеуін біреуін алыңдар деді. Деп мен 2 рет шақырды. Екеуінде де мен бармаймын деді. Неге? Орта Азия мәселен, Орта Азия Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына Қазақстан жатады, Қырғызстан жатады, Өзбекстан жатады,
Тәжікстан, Түркменстан, алты республикаға бастық болып барсам, мен амал құмар болсам, соған кетіп қалар едім ғой. Мен амал құмарлықтан бұрын отанымды егемендігін алуын ойладым. Демек, бұл қазіргі айтқанда отансүйгіштікке, бұл айтқанда патриоттыққа жата ма, жатпай ма? Әрине жат. Армандап отырған, бәрібір жеттім мен соған. Соны әкеп құрдым мен. Agar o yaka barganda men köp жұмыс істеп кетем. А bu yerде Қазақстанды бөліп алып, Қазақстанды кейін Қазақстан діни басқармасы Совет үкіметінде 5 мүфтилік болатын болса, ең мықтысы мен болдым. Шетелде бүтіндей мен шайкыменен телохранительмен алып жүретін болды да, басқаларын автобусқа салып жүретін болды. Сонан ақ біле бердіңдер. Тура ма жоқ па? Дұрыс. Сол. Болды ма? Иә, бұл туралы көп айтылған екен. Енді тағы да бір сұрайтын мәселе, Совет үкіметінің кезінде тіпті Алла деген сөздің өзін айту бір қиын кез болды ғой. Сол кездің өзінде осындай рестерде діни үлкен қайраткерлік жұмыстар атқарыпсыз. Соның тағы ел білмейтін, біз білмейтін тағы қандай құпиялары бар, тағы қандай сіздің осы бір ресурстарыңыз болды, билік жағынан. Енді Мың жыл аңсайды деген Қонаевтың кітабы шыққан. Мың жыл аңсайды деген. Сонда жұбату деген тақырыбында Қонаев ол уақытта член политбюро. Сол член политбюроның ішіндегі ғалымы, академигі, докторы Қонаев. Басқа ешқайсы ондай ғалым емес. Сонда үлкен жиналыста идеологиялық мәселе қаралған. Идеологиялық мәселені председатель Совет по делам религий при Совете министров СССР академик Кураедов баяндама жасаған. Сонда айтқан, СССРда 70 миллионнан астам мұсылман бар деген. Соның ішінде бірінші рет бітірген менің атымды айттырып сөйлеген. Бұл 7 тілде сөйлейді деген. Ал бұндай кадрге біз мұқтажбыз деген. Сондықтан бұл кадр біз мұқтажбыз. Бұл бірақ қазір Қазақстанда, Алматыда исламдың басқарып жатыр. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев білесіз қой деп, ол басын изеп, оны кейін ашкысын алып, Қонаевқа қарап тұрған, Қонаев білемін деп, нағып, оны кейін үйіне келе сап, мені помощнигі көмекшісін жіберіп, қай күні уақыты болады, соны айтсын мен дайындалайын деп. Сол айтқан күнге келісіп келіп, Қонаев есігін өзі ашты, келіп, Хазірет бұл қызық болды. Член политбюрода сізді сөйлегеніне мен аңтан қалдым. Біз сізді діни адам деп қашып жүрдік. Сөйтсек, сізді Кремль басқаша бағалап отыр ғой. Мен осы жерге түсінбей қалдым. Аға дедім, дұрыс сұрағыңыз. Сіз де коммунистсіз дедім. Шетелде коммунисті өте жаман көреді дедім. Абыройы жоқ аға дедім. Көңіліңізге келмесін дедім. Мен бұған дәлелді 69 жылы солтүстік Йеменге бардық дедім. Онда Ярин дегендер бар, басқалар бар. Сөйерде олардың премьер-министрінің қабылдауы 1,5 сағат екен. Москвадан, Кремльден барған Тілмаш 4-5 минуттен кейін жарамай қалды. Өйткені араб тілі көбінесе шариғатқа неге байланысты келеді ғой. Оны кейін ол Ярин жүгіріп келді. Кешірес, Ратбек, құтқармасаң біз құраймыз барған екен. Құтқар деді, мен тұрып сұрап, 1,5 сағат сөйлеппін премьер-министрдің алдында. Ана мінәл иттихад суфияти, муатин иттихад суфияти дедім. Мен Совет одағының азаматымын дедім. Өлекен ана Түркістани дедім. Мен бірақта Түркістандықпын дедім. Оны кейін Қазақ, Түркістанның тарихын, Бұғараның тарихын, Самарқанның тарихын айтқан, әбден сөйлегенде 1,5 сағат кеткен. Сонан кейін біздің нелерді көргені кейін ол қарғып тұрды да, міне де сөйлеу. Араб тілін қандай сөйлейді, шариғат заңды қалай сөйлейді, тарихты қалай сөйлейді, міне сөйлеу. Мен қазір көрсетім, пәшті соның бірінші берген сыйлығы үйде тұр. Сонда берген сыйлығы сөйледі. Сондықтан бұның барлығы еңбекпен табылады. Бұл біріншісі. Енді екінші күні Сана университетінің доктор профессорларын лекция оқиды. Мен оқыдым. Олар айтты, Хазірет сіздікін 100% қабылдаймыз. Біз естірдікін қабылдамайдымыз деді.
Бірақ сіз қаяқта оқығасыз деді. Мен Бұқарада Мир Араб медресесін бітірдім. Ливия университетінің шариғат және халықаралық заң факультетін араб ағылшын тілінде оқып, лицензиат, ученый степень, между бакалавр, доктор бітірдім. Дұрыс. Дұрыс, сіздің баяндамаңыз 100%-ға, бұл екінші ұтық болды. Енді үшінші, Сана қаласынан 1,5 километр жерде Тағиз деген қала бар екен. Тағиз. Бұрынғы патшалардың, хандардың ордасы екен. Серге барып, соның кешке қала әкімінің банкетінде отырғанда бір 30-35 жасар жігіт кіріп келді. Сөйтті де, біз нағып отырек, хаулай жасус, хаулай шиюин, хаулай илхадиюн, бұлар шпиондар, бұлар коммунистер, бұлар жансыздар деп жамандады бізді. Сөйтті де 28-32 жылдары мешіттерді өртеп, молдаларды атқандар бұлар деді. Сіз неге бүйтіп сирап отырсыз деді. Сонан дым елші, Йемендегі елші жүгіріп келді, тыңдамадым оны. Онан кейін қайтадан жаңағы басты қайтып өзі келді. Онан кейін мен тұрып сөйледім, құрметті қала әкімі, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның хадисі бар. Иза атакум кариму қаумун фа акримуху деген. Егер бір елдің ұлықтары келсе, құрметтеңдер деген хадис бар. Сіз соны орындадыңыз ба деді. Отырды да қалды. Енді ана жігітке айттым, бұл қашан болған оқиға дедім. 28-32. Онда сіз қателестіңіз дедім. Мен 28-32-де жоқ бұл дүниеде. Жоқ бола тұрып, мен қалай саған өтірікті айтамын. Мен туылғаннан бергенін сұрап бәрін айтып берейін дедім. Сен ифкун дедім. Сен креветниксің дедім. Сен жалақор өсекшісің дедім. Неге сен өтірік айтасың дедім. Шарт екі қолын кісендетті, екі жағынан мүлесі алды да кетті. Қаланың әкімі тұрып, орнынан тұрып, келіншек сияқты келіп, бұлай тәжім қылып, кешірім сұрады менен. Кешіресіз, қателестік. Қате кеттік, қата бізден деп. Оны көріп тұрған кремльдіктер таң қалды. Сонан кейін Кремль мелікі болды. Содан Құдай өз бағымды ашып, Кремльдің ішіне кірдім де кеттім. Осы. Керемет. Бола ма? Керемет екен ата. Ана не бар ғой, ең үлкен күш, ең үлкен билік, ол білім деген бір сөз естіп едім. Соған көзім жетіп отыр. Кремльдің өзін бағындырған білім. Көрдіңіздер ме? Ал енді соның арқасында Кремльдің несімене 80-нен астам мемлекетте болдым. Олар менімен бірге жүргенге құмар. 80-нен астам мемлекетке рәсми мынау съездерге, конференцияларға шақырып, мен кейде баяндамашылардың біреуі болам, е болмаса жалпы баяндамашыларға қалып, бірақ өте көп қалаларында баяндама жасатып, сол жерлерде нағылған, мен сондағы патшалардың қабылдаған аны көріп отырсыңдар, 30-дан астам. Мен 80-ден астам мемлекетте болдым, 30-дан астам елдің патшасы қабылдаған. Болды ғой. Керемет ата, өте керемет. Бұл жерде көптеген сіздің алдында шыққан сұхбаттарыңызды мен қарап көрдім. Сол жерде мысалы көп адамдар сізге өте алғысын білдіріп жатыр. Кейбір адамдар жаңағы сұрақты қойып отқан сол ғой. Совет үкіметінің тұсында осындай дін туралы тіпті әңгіме қозғаудың өзі қиын болып тұрғанда қалай бұл істеген? Қалай бұл істеген? Бұның ар жағында бұл кісінің бір бізге айтпай жүрген бір енді біліп отырсыз. Сондай бар ғой деген сұрақ. Көріп жатсыздар ғой, бұл нақты кәдімгідей қандай билікті болсын, біліммен, атам еңбегімен мойындатқан. Соны баса осы жерде айтқымыз келіп отыр. Ең басты қару қазір білімнің заманы. Білім алу керек, оқу керектігін тағы да міне 80-нен келген атамыздан көріп отырмыз. Рахмет ата, өте үлкен тебіреніс болды. Енді бұның бәрін қоя тұрып, енді бері келейік. Қазір мына біз жастар болып, қазір өзіміз білім алып жүрген, намазымызды оқып жүрген, Көкбазардың қасындағы үлкен мешіт, одан кейін Нұр Мүбарак деген елімізге білім таратып атқан, діни білім оқытып атқан жоғарғы оқу орнының да салынуына өзіңіз ұйытқы болыпсыз. Ұйытқы емес, құрған адам. Ұйытқы деген сөз не? Мен құрғанмын соны. Соны қысқаша айтып берсеңіз, өйткені осының... Былай, әркім әртүрлі сөйлеп, өздері еге болып, соған еге болғысы келетіндер көп. Соны басын ашып айтып беріңізші. Бұл Нұр Мүбарак университетін тікелей ашып, жерін алып, салдырған менмін. Неге? Мынау жаңылмасам E93, E94
Нұрсұлтанды шақыру үшін Египеттің дин министрі Мұхаммед Али Махшуб келді. Египеттің дин министрі Мұхаммед Али Махшуб. Ол екеуміз доспыз. Келді де ол мені шақырды. Ол уақытта мына Пұрмановпенен Масанши ме? Ана көшенің гостиницаның қасындағы көшесі атын қарашы, ұмытып қалыппын. Соның қасында шетелден келген үлкен басшылар жататын гостиница бар. Ол сонда жатыр. Кешке мені шақырады, жұмыстардан келген. Ой, әңгіме қыламын. Мен айттым, тоқта дедім. Сендерді басқарған біздің бабамыз Az-Zahir Bibars. 4-ші сұлтан сендерді. Африка, Азия, Европадағы мұсылмандарды қорғаған адам. Сендердің 4-ші сұлтандары. Ал енді Алиасқар университетінің тарихы 1100 жылға тура келеді. Ол Африкада, енді Азиядан бір университет ашу керек. Азиядан. Сол Алиасқар университетінің бөлімі қылып Азиядан ашайық. Біздің Қазақстаннан ашсам, 16 мемлекеттің ортасындамыз, 16 мемлекетке діннің өзінен өзі тарқайды деді. Картамнан қара деді. Сөйтіп айтып кеттім, түнде таңертең ойбайлап намазды бірге оқиық деп шақырып алды. Картадан өзі көрсетіп, топпа тура айтқаның бәрі дұрыс. Осыны істейміз деді. Ашамыз деді. Сонан Нұрсұлтанды келесі жылына шақыруға екінші келгенде айтты. Нұрсұлтанды шақырамыз, сізді шақырамыз, барасыз, бітті, тамам. Барғаннан кейін ол Мұхаммед Хусни Мубаракқа айтып түсіндіріп қойған. Біз барған күні сағат 12-лерде бардық күндізгі. Ертесіне сағат 9-да біз жатқан қонақ үйіне келіп, Мұхаммед Хусни Мубарак келіп бізбен аман бірінші менің қолымды алды. Нұрсұлтан қайтты, Қазірет мен 90-шы жылдан бері танимын деді. Қазірет 36 мемлекеттің мүфтиінің, әлемдік ғалымдардың ішінде баяндама жасағанда ең жоғары дәрежеде жасап, менің наградымдаған деді. Қазір көрсетеміз, оны түсіріп аласыңдар. Ал, оны кейін Нұрсұлтанның қолын алды. Сөйтіп, арғарап, айтты, мен жерді беріңіздер, ақшаны мен берейін, сөйден университет салайық деп. Үшкімен ойласқан жоқ, келесіп айтты, айтатын қойған ғой түнде. Ананы жіберіп. Сонымен сол беретін болды, келген кейін өшерден, анау жерді айтсақ уақытқа кетіп қалады, сол жерді алып, сөйден сол университет салдырып, соның белгілерін қойғанда Мұхаммед Али Махшуб, мен бәрі нелер бар, суреттері де бар, Нұрсұлтан да бар, бәріміз соны ашқанбыз, сол университет негізін қалап салдырған менмін. Бұған ешкім, протоколдар да менде бар. Қазір көресіңдер әлі. Біреу бұған араласамайды. Бір адам, ешкім, тек мен. Ал онда протоколды Мұхаммед Али Махшубпен мен қол қойғам. Ал оны нені жазған менмін. Жаңа заңды. Договорды. Сөйтіп, міне. Ал енді сол университетті құрған менмін, анау-мынау деп жүріп, ал мен кеткеннен кейін бұның аттарını мен Ислам университеті деп ашқам. Бұлар анау деп, мынау деп аттарын бүлдіріп, таза масқара болып жүр ғой. Оған маған ешқайсы араласамайды ғой. Дін мемлекеттен бөлінген. Оған әркімнің кеп қолын соғуға хақысы жоқ. Әгер саясатқа қарсы кеп қалмасаң, саясатқа неге келмесең, олар кеп маған бұйрық беруге хақысы жоқ. Бұлар қазір не? Жаңа айтып қалдың сөзіңізде, Орта Азияға білім тарататын жоғарғы үлкен оқу. Орта Азия емес. Біздің Қазақстан 16 мемлекеттің ортасында тұр дедім. Ол Қазақстан емес, мынаяғы Моңғолия, мынаяғы Россия, бәрі бар ғой. Азияда бар. Қытайы бар. Бәріне де тарқатуға болады деп тұрмын ғой мен. Сол не қазір енді орындалмай қалып тұр ғой, былай айтқан кезде. Оны мен шатағым жоқ. Ояғын айтпай. Жақсы, онда рахмет. Енді қазірдің өзінде ол жерден біздің қаншама жастар білім алып жатыр, сіздің енді. Мен бастап ашып бердім, ар жағын енді мен уақытында өзім істеп бердім, енді бияғына мен шатағым жоқ. Болды ма? Мен жоқпын ғой жерде. Doğru mu?
Керемет ата, рахмет. Енді келесі сұрақ тағы да асырайсы біздің енді аудиторияға байланысты білім жағына қатысты сұрағым келіп тұр. Осы қанша жыл оқыдыңыз, қаншама еңбектер жаздыңыз, осы ғылым жолында білім алуда сізге негізінен көмектескен сіздің қандай қасиеттеріңіз? Енді білім алу үшін бірінші адам еңбекқор болу керек. Оны кейін өзің алатын іліміңе сенуің керек. Сенімің күшті болу керек. Соны аламын, соны іске асырам деген өзіңде сенім болмаса ол ілім қонбайды саған. Тур ма? Ал оны кейін ақыл, ой, пікір, даналық ол міндетті түрде керек. Тур ма? Соның арасында шыдамдық, тұрақтылық керек. Айтпаса ол ілімді ала алмайсың. Бірақ басқа қазіргі оқу оңай, әйтеуір қарның тойып жүрсе оқи береді. Мен жаман жерде оқыдым ғой. Мен бұйырдым кеткеніме кігіп дейді. Неге тастап кетті бұл? Неге дінге кетті бұл деп. Арабияның кігібісі айтады, құдайсыз мемлекетке діннің керегіне. Ол нағып кеп жүргерге дейді. Сүрулер айтады, разведкінің қайсысы түр екен бұл деп. Осы үшеуінің ішінде жүріп оқып бітіріп шығып кеттім ғой мен. Бұған ақыл, парасат не керек қой? Тур ма жоқ па? Дұрыс. Дұрыс айтасыз. Тұрақтылық, содан кейін шыдамдылық, өзіңді ұстау білу, барлық жағын ойластыру, жан-жақты болу керек. Болды ма? Дұрыс. Енді мынандай қазір концепция шығып жүр. Білім деген нәрсе бар, содан кейін білімнен де маңызды дүниелер бар дейді. Мысалы, білімнен артық нәрселер не жалпы сіздің ойыңызша? Ол нақ ақымақ адамның сөзі. Білім қашан пайда болды деген сұрау қойсын. Білім қашан пайда болды деген сұрау қой. Сахих Бұхарида ал-илму қабыл ал-қаул уәл-амал деген. Сахих Бұхари хадисте отырған оқады. Сонда ілім сөзден амалдан бұрын болған деген сөз. Білдің ба? Оған дәлел лиқаулихи та'ала аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Фa'лам аннаху ла илаха иллаллах илля қаршан аяттың естен шыққан. Ла илаха иллаллах деген сөздің өзі іліммен басталған дейді. Көрдіңіз бе? Фабада бил илм. Инна ла илаха иллаллах бада бил илм. Ла илаха иллаллах дегеннің өзі ілімменен басталған дейді. Көрдіңіз бе? Ал енді пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам хадисінде айтады. Инна Аллаха та'ала катаба китабан қабла ан яхлуқу самавати вал ард алфайн ам. Әлі жер мен көкті жаратпай тұрып, Алла Тағала 2000 жыл бұрын кітапты жазып қойған дейді. Әлі аспан жер жоқ. Қашейін бір ауа, бір кеңістік тұр. Сол уақытта одан әлі аспан жерлерді, планеталарды жаратпай тұрғанда 2000 жыл бұрын ілімді жаратқан дейді. Ілім керек болмаса сонша ілімді неге әлі жер, аспан, ай, күн жаралмай тұр, неге оны жазып отыр? Тұрма жоқ па? Дұрыс айтасыз. Сонда пайғамбарымыздан сахабалар сұраған, я Расулалла, нені біріншілік қой? Әуәл түху әл-илм деді. Ілімді біріншілікке қой. Өйткені Құранда да тұр ғой. Фa'лам аннаху ла илаха иллаллах фабада бил илм деген аят тұр. Өзі айтып отыр. Инна Аллаха та'ала катаба китабан қабла яхлуқа самавати вал ард би алфайн ам. Аспан жерлерді жаратудан 2500 жыл бұрын кітапты жазып қойған деп тұр. Міне ілім осыдан басталады. Бұны әлі адамда, жерде, аспанда жаралмай тұрғанда ілім бар. Демек ілімнен жоғары еш нәрсе жоқ. Ілімсіз еш нәрсе болмайды. Яғни ең бірінші ілім, одан кейін барып жаңағы басқа. Одан кейін басқасы. Болды ма? Дұрыс. Жақсы. Дұрыс айттыңыз. Өте бір көкіректе жүрген сұраққа жауап алдық. Біздің жастардың ішінде де
Ең бірінші Әл-Фарабидің бір сөзі бар ғой, соны көп желкен қылып айтады. Тәрбиесіз берілген білім отпен тең дейді. Ондай болса бірінші кезекте тәрбие болу керек. Тәрбиеден кейін барып, одан кейін барып иман болу керек. Одан кейін барып мінез болу керек. Одан кейін барып білім алу керек деген сияқты нәрсені көбірек айтады. Соны сол төңіректе сұрағам. Жаңа айтып анық аятта. Фa'lam annahu la ilaha illallah fabada bil ilm деген аят. Көрдің бе? Бұл оңай ма? Демек, бірінші іліммен басталып отыр. Болды ма? Жете ма? Демек, ілім әлі аспан, жер, күн, айлар жаралмай тұрғанда одан 2,5 мың бұрын жазылған. Демек, ілім жоғарылығы ма жоқ па? Онда сөзде жоқ, істе жоқ, еңбекте жоқ. Бұған қалай қарайсың? Ал-илму қаблал қаулу ал-амал дейді. Ілім сөзден де бұрын, еңбектен де бұрын болған деген сөз, әлі сөйлемей еш нәрсе болмай тұрғанда бар деген сөз. Болды ма? Дұрыс айтасыз. Болды ма? Енді бір сұраққа қайғым көп отыр. Тектілікке байланысты сұрағым келеді да, тектілікке байланысты. Мысалы, текті ұрпақ деп жатады. Текті ұрпақты қалай тәрбиелейміз деп жатады. Содан кейін тағы бір сұрақ. Енді дәл қазіргі тәрбиелеп жатқан ұрпағымызды, осы бір ұрпағымызды текті қылып өсіру мүмкін ба? Бұлай. Тек деген нәрсе өте керек. Тек, мәселен, жақсы, тәрбиелі, өнегелі адамдардан пайда болған бала еліне, халқына, жұртына басшы бола алады. Doğru ма? Ал тексіздерден болған адам, ол тек бүлдіруден басқа ештеңе істемейді. Текті адам ақылды, дана, ілімді, білімді, көріп көрді, барлық жағылы жетілген адам текті адам болады. Мәселен, біздің қазақ алдыңғы кезде үйленбей тұрып қызбен жігітті текті бір-бірімен танысты, ешқандай несі жоқ жерден үйлендірген. Олардан тамаша перзенттер пайда болды. Doğru ма? Бұл да тек. Ал енді мынау жақсы қошқарды қойсаң, жақсы қозылар туады. Doğru ма? Тура. Ал енді саулық та жақсы болса, қошқар да жақсы болса, ең жақсысы туылады. Ал енді қошқар күшті болып, саулық әлсіз болса, әлсізде қозы туылады. Doğru ма? Ал енді саулық күшті болып, қошқар әлсіз болса, бұл да әлсіз туылады. Демек, бұл жерде шығатын тегінің қандай болуының өзі осыдан ақ мәлім. Бұл табиғаттың өзінде бар нәрсе. Doğru ма? Ал сол үшін біз өзімізді мақтамай-ақ, өзі жылқы туады, ешек туады. Doğru ма? Демек, ол тектіні туады да, тексіз нені туады? Мәселен, қазір біз тексіз деп жүргеніміз арақбаз, маскүнем, наркоман, таксимандар не қылып жатыр? Дүниені бүлдіріп жатыр. Бұдан туған балдар не болып жатыр? Ауру болып түсіп жатыр. Олар отанды білмейді, иманды білмейді, ұлтын білмейді, сонда күн болып шығамыз біз. Тексіз болып шығымыз. Тексіз болып барып тұр ғой өзі. Сол үшін тек деген нәрсе өте керек. Мәселен, біздің ата бабамызмен сіздерге айтып жүрмін ғой. Қазақ деген сөзді руын, жетатасын, ұлтын білу, ол біздің паспортымыз деймін мен. Doğru ма? Руын, жетатасын, ұлтын білу, ол біздің паспортымыз. Өйткені мынау паспортты ақша берсең өзгертіп береді. А бізді руын біліп, жетатасын білгенде ешкім өзгерте алмайды. Бұл тек емес па? Дұрыс айтасыз. Сондықтан біздің бабаларымыз қандай тәрбиелеген? Жетатаға дейін білдіріп тәрбиелеген. Біз соларды еске алайық.
Дұрыс айтасыз. Енді жастар, әсіресе біздің енді оқырмандарымыздың көбі жастар ғой, енді жастарға да арнап түсіріп жатырмыз. Мына қазіргі кезде мына жақсы жар таңдау мәселесінде көптеген жастардың сұрақтары болып жатады. Мысалы, жақсы жарды қалай таңдаймыз жалпы? Біздің дінімізде, мәдениетімізде осы тұрғысында бір өсиетіміз. Енді жастарға әуелі былай түсіндіріп, жай қарапайым сөзбен бастаймын әуелі. Қазіргі отбасында 40% ажырасумен болып жатыр ғой енді біздің Қазақстанда. 40% ажырасумен болып жатыр. Бұл деген өте қауіпті нәрсе. Бұл неден болып жатыр? Бірін-бірі білмейтін адамдар қосылып жатыр. Қыз қаяқтың қызы, бала қаяқтың екенін білмейді. Екеуі. Бірақ алғаннан кейін екеуі бір-біріне көнбестен ақырында бұзылуға тура келеді. Сөйтеді өзінен өзі бір-бірін жек көріп, өзімен өзі жарасып, былғықпай шығып жатады. Тану үшін не істейді? Тану үшін әуелі оны шыққан тегін көру керек. Қайерде ол? Ата-анасы кім оның? Ол қайердің баласы? Қандай тәрбие көрген? Қызда баланы солай тексеру керек. Бала да қызды солай тексеру керек. Сол уақытта барып, оны кейін барып, үйленсе ол ашық айқын болады. Ол уақытта көп қатеден құтылып, жақсылыққа жақын боламыз. Оның бәрі жақсы шығып кетеді деп айтамаймын, бірақ көпшілігі жақсы шығады. Тура ма жоқ па? Дұрыс айтасыз. Содан кейін мына жастарда бар ғой, өзіңіз білесіз, мына біз жоғары оқу орнында оқыдық, оқып жүріп, мысалы, бір-бірін қыздар, жігіттер ұнатып жүріп, сол араласып, білісіп жүріп, енді үйленеді. Бұны енді өздерінше қазір қоғамда білесіз, енді махаббат деп айтады өздерінше. Мысалы, мен сені сүйем, мен осы жігітті сүйем, осы жігітке тұрмысқа шыққым келеді дейді. Ақиқатында соңында сіз айтқандай 40%-ке дейін ажырасу тап солардан болып жатыр. Сонда бұл жерде махаббат деген не өзі? Мен махаббат деген сөзді қорлап жүргеніне қапамын. Махаббат деген ұлы сөзді аяқ астына тастап жатыр. Әшейін сөзді де махаббат деп сөйлейді. Махаббат деген сөз екі жастың жүрегі де таза, ниеті де таза, екеуі бір-біріне берілген сүйіспеншілікті махаббат деп айтуға болады. Тіліменен сені сүйіп қаламын, сені сүйемін, махаббатым сенде. Не? Қаяқтан білесіз? Оның неше түрлі ойы бар, қаяқтан білеміз біз? Тура ма жоқ па? Міне махаббатпен қосылған қозы көрпеш, мәселен қозы көрпеш Баян Сұлу, мәселен солай армандаған жастар, Төлеген, Қыжбек, бұлар нағыз махаббатқа берілген. Өйткені бұлар бұзылмаған, еш нәрсеге нағымаған жастар өзінің шын ықыласымен, ақ ниетіменен бір-бірін жақсы көргендер, бұны махаббат деп айтуға. Махаббат деген сөзді бәрін араластыруға мен наразымын. Махаббат деген сөз өте кем қолдану керек. Өйткені ол шын махаббатқа бару үшін әуелі екеуінің бір-біріне берілгендігі, екеуінің бір-бірінің тазалығына дәлел болу керек. Тура ма жоқ па? Мынау жақсы көргенді махаббат дейді, ұнатқанын махаббат дейді. Бұл махаббат емес қой. Әшейін жақсы көрдім, ұнаттым деген сөз қой бұл. Яғни махаббат дегеніміз екі жастың бір қосылу арқылы бір үлкен нәрсені ниет етіп. Жоқ, қосылудан алдын ынталы бір-біріне сыйласудан басталады. Тура ма жоқ па? Тура ма? Екеуі бір-біріне қандай сыйласып, қандай алып баратынына бір-біріне берілген адам болу керек. Болды ма? Енді осы төңіректегі жаңа ажырасу бізде көп болып жатыр деп отырмыз ғой. Енді осы ажырасып жатқан жастарды қалай тоқтатамыз? Қалай насихат айтса болады, қандай бір шаралар қолданса, сіз осыған не дейсіз, қалай тоқтатуға болады? Енді біреудің үстіне біз араласамаймыз. Өйткені әрбір отбасы өзінің жағдайын өзі біледі. Doğru mu? Yerli zayıftılar özünün arasında ne ötkönün özdері біледі. Ол біз білмейміз ғой. Сол үшін мынандай деп айтып, кесіп айтуға, біреудің ісіне қосуға біздің қақымыз жоқ. Doğru mu жоқ па? Бірақ ондайға бармау үшін алдын ала сақтануды айттым ғой мен жағажа. Doğru mu жоқ па? Алдын ала сақтанбай, соған барып жатыр бұлар. Ермелікпенен барып. Міне, бұл бізге жақсылық әкеп атқан жоқ. Дұрыс айтасыз. Соны тағы да осы айналада бізде қазір қоғамдағы қатты мәселе, қазір әсіресе жаз мезгілінде, тіпті жаз ғана емес, мына әйел затының, қыздардың, қарындас әпкелеріміздің мына киінуінде бір проблема болып жатады. Мысалы, үлкен кісілер суын жарлап айтып жатады. Осы төңіректе мына жалаңаштанып жатқан қыздар бар, келіншектер бар. Бұл біздің руханиятымызға
ер азаматтардың нәпсісінің қозуына әсерін тигізіп, қоғамның бұзылуына бір негізгі фактор осы болып жатыр дейді. Осы төңіректе не айтуға болады? Енді қыздардың да, балдардың да қатесін қатар айтайық. Тур ма? Қыздардың қатесі бұтына еш нәрсе кимей, жұқа киіп жүреді. Ол ауру ұшырайды ғой. Ол ертең бала тауылмайды ғой. Оның өзі баладан қалуға өзі себепкер ғой оның. Бұл біз үшін өте қауіпті. Ал жастарды алатын болсақ, біреу маскүнем, біреу наркомания, біреу токсимания асылып, буынып өліп жатыр. Аты өлтіріп жатыр. Бұлар бұзылғандыққа жатады. Мен осындайдың арқасында былықпай шығып жатыр. Жаңағы жалаңпұт, жаңағыдай нел жүрген адамдар туып балдарын мұсырны жәшікке тастап кетіп жатыр. Е болмаса біреудің есігінің алдына тастап кетіп жатыр. Е болмаса балдарын сатып жүріп. Бұл адамгершілікке жата ма? Жатпайды ғой бұл. Ешқандай неге жатпайды. Біз бұларды тәрбиеге келтіру үшін отбасы дүниеге келгеннен бала қыздарды тәрбиеге қолда собастан алу керек. Ол ойнасын, күлсін, қатарларына барсын, жүрсін, бірақ кіммен жүр? Кімдер қасындағылар? Неге? Қалай? Осыларды контроль жасамаса, осыларды сынап отырмаса болмайды. Өйткені олар неше түрлі адамдармен кездесіп, оны жас кезде білмей адасып қалады ғой. Содан кейін ол соны өтірік айтып, сонымен кетіп қалуы мүмкін. Ата-аналар да бұл жерде қатты жауап беру керек. Ата-анада да бар. Бірақ көп ата-ана өзі маскүнем, өзіне балдарына қарамайды ғой. Бұдан да бар айып қазір. Сол үшін отбасында ата-анадан бастап тәрбиені бастан содан бастау керек. Болды ма? Содан кейін тағы бір сұрақ, атамна дейді, көп естіп жатамыз. Кейде мысалы менің өзім де бір нәрсе істерде қатты ойланам да, әкесінің немесе атасының жалпы жасаған қателігі үшін ұрпағы да жауап береді. Мысалы деген бір нәрсе қатты таралған. Сен ертең бала шағаның алдынан шығады ғой. Ертең сен көрмесең де сен бала шағаң тартады. Ертең балаң немесе біреудің баласы мүгедек болып, немесе ДЦП болып туып жатса да, ой, ана жегішет. Атаң баласына шығып ана баласынан көрсетіп жатыр дейді. Осы нәрсе қаншалықты дұрыс осының басына? Бірақ. Біреу үшін біреу жауап бермейді. Тур ма? Баласы да жауап. Әкесі қылмыс қылғанына баласы жауап бермейді. Шариғаттың үкімі бұл. Заңда үкімі сол. Тур ма? Әкесінің қылмысына баласы жауап берем десе, сол жоратпайды. Қылмыскерден сұраймыз бізде. Тур ма? Ал енді баласы қылмыскер болса, баламды алып қалды, мен сотты десе, әкесін жоратпайды. Әркім ер жеткен адам өз басына өз жауап беру керек. Ол біреу үшін біреу жауап бермейді, біреу үшін ол бұзылып кетпейді, біреудің күнәсін біреуге жапсырмайды. Түсіндің ба? Иә, сол ғой. Бірақ мына жерде айтып отқан былай да, мысалы мен бір күні дұрыс өмір сүрмедім дейік, мысалы да, біреудің ала жібін аттауым мүмкін деген сияқты, енді мысалға айтып жатырмын. Жоқ, ол аттаса ол өзі аттады. Бірақ енді соның кесірі мынаған тиді дейді. Кесірі, иә, соның кесірі мынаған тиді деген, оны ана әке шешесінің жамандығын біліп біреулер сол бұрын жаман көретіндер аналарға жамандық қылуы мүмкін. Тур ма жоқ па? Бірақ ол тікелей неден шариғат үкімі бойынша, не бойынша оған келмейді. Бірақ аналар жек көргендер анау арқылы істеуі мүмкін. Бірақ ол үшін ол жауапкер емес. Түсіндің бе енді? Заң бойынша да солай. Шариғат бойынша да солай. Шариғат бұл дін, заң қазіргі халыққа өзіміздің заңымыз. Түсіндің бе енді? Яғни қорытынды былай ғой, менің мысалы балам немесе немерем деп алайық. Оның бір қателіктері болса, оның өмірі бір қиын болып жатса, мысалы алайық та, ол менің оған былай айтқан кезде жасаған қателігімнің тікелей қатысы жоқ деген сөз ғой. Дұрыс қой да, олай болмайды. Дін тұрғысынан да әке шешесінің қылмысы балаға не қатысы бар? Тур ма? Тур ма? Енді бір нәрсені айтайын десем, сәл неге келіп қалайын деп тұр. Айтпай отырмын. Ал сол үшін ықтият жасау керек. Бітті. Дұрыс айтты. Бәріміздің ойлап жүрген жастардан да қазақ
қалай өзіміздің пайдамызды азды көпті тигіземіз деп жүрміз ғой. Енді бір ұғым бар, нағыз қазақ деген. Сіз үшін нағыз қазақ кім ол? Қандай болу керек? Нағыз қазақ деген сөз өзінің ұлтын, өзінің жерін, өзінің тілін, өзінің халқын, өзінің дінін сүйетін адамдар нағыз қазақтар. Doğru ма? Ал сендер тағы ойлап қоймаңдар. Нағыз қазақ дегенге басқаларға күн берме деген сөз екен деп ойлама. Ол саясаттан аулақ кет. İslam dininde Müslümanların işinde başka dindeki halklar жасап тұрса, Müslümanlar оған ешқандай қиянат жасамай, оларға өз азаматындай, өзінің азаматтық несімен қарау міндетті бізде. Бізде бөлмейді оны. Оны бөліп көрсетіп жүрген саясат. Көрдің ба? Мен аза зиммиян фалайса минни деген хадис бар. Кімде-кім мұсылмандардың басым жерінде, мұсылман елінің ішінде тұрған басқа діндегі халықтар, болмаса дінсіз адамдарға, ислам дініндегілер ешқандай азар бермесін. Егер азар берсе, ол менің дінімдегі адам емес деген хадис бар. Демек, оларға азар берме деп тұр. Оларды қорла, оларды зорла деген жер жоқ қой. Бұны не қалай түсінеді оны? Мені шариғат ашық айтып отыр. Мен аза зиммиян фалайса минни. Müslümanların içinde жасап тұрған қайсы діндегі халық болмасын, қайсы діндер де болмаса, басқа дінсіз болса да, оларға қиянат жасап, оған зорлық қылмаңдар, оған жақсы қараңдар деген. Оған қалай қарайсыз? Біздің дініміз де айтып тұр ғой. Ал енді кеп исламда деп жамандай берудің қажеті жоқ қой. Ислам жақсылық дейді. Бірақ исламды жамандық кетіретін ол саясатпандар өз жолын тауып басын. Дұрыс айтасыз. Тура ма? Тура айттыңыз, тура қонып жатыр. Енді тағы бір сұрағым, мына білім мәселесін айтып жатырмыз ғой ата. Енді мына адамның рухани жағының, руханияттың азғындауы адамның тікелей физиологиясына, денсаулығына қаншалықты қатысы бар? Өте көп зияны бар. Осы өте бір маңызды сұрақты шығарып өте рухани азығың, рухани тәрбиең нашар болса, жан-жақтан ұтылысқа кетесің. Өйткенде сенде сенім жоқ қой. Бір жақта тұрақтылық жоқ қой. Бір жақта сеніп бұлай деп қоятығын таянатын нәрсем жоқ қой. Сондықтан бұл барып тұрған әлгі мұздың үстінде хоккей ойнағандай жүрісте жүрген жүріс бұл. Мұздың үстінде хоккей ойнаған тұра алмайды ғой. Бұлай айланбаса жығылып қалады. Сол сияқты жүріс ол. Ондайдың бізге керегі жоқ. Doğru ма? Аяқты нықтап басатын болу керек. Шындықты ұстау керек. Ол уақытта басқа. Рухани тәрбиең болмай, рухани нең болмай, еш жаққа бара алмайсың. Яғни рухани ақсасаң, сен денсаулықтан да ақсайсың деген. Денсаулықтан да ақсайсың. Руханиден ол денсаулықтан міндетті түрде кетесің. Мәселен, кетуіңе себеп. Рухани діни өзің сенімің жоқ болса, арақбоз боласың. Наркоман боласың. Тағы басқа. Қайдағы бір жаман нәрселерге тушар боласың да, өзіңмен өзің құрайсың. Болды ма? Ұры боласың. Басқа жер боласың. Сөйтіп жоғаласың. Дұрыс. Енді сіз деген көп осылай кездесудің өзі бір несі қойсын, бір жастардың бір не сұрағым келіп отыр, мәселесі сұрап жүрген. Көп жастардан да естиміз, үлкен ағаларымыздан да мына көп әйел алу мәселесі бар ғой. Осы туралы да көп әртүрлі ағамыз пікір айтып жүр. Сіздің осыған пікіріңіз қалай мысалы? Біз діни тұрғыда жалпы. Жоқ, ол көп әйел алу үшін, мәселен діни мәселе бойынша ислам дінінде 4 әйел алуға дейін рұқсат. Ислам дінінде 4 әйелге дейін рұқсат. 4-ден артық алуға болмайды. 4 әйелдің басын қосуға болады, 5-шісін алуға болмайды. Doğru ма? Бірақ оның шарты бар. Ол шарттарына қарай алуың керек. Мәселен, бірінші әйелің тумаса, аурушаң болып қалса, бір не болса, онда оған келісіп отырып, екіншісін аласың. Бірінші сол әйеліме келісін. Келісесің, айтасың мен. Бұны. Рұқсат бермесе. Береді. Ол сенің ұрықсыз қалдыруға хақы жоқ қой. Ол өзі топпай отыр ғой. Тұр ма жоқ па? Тұрыс, тура. Сол үшін
Ол келісіммен болған нәрсе. Еш уақытта жаман неге кетпейді. Келісімсіз нәрсе болса, бұл жаман. Түсіндіңіз ба? Болды ма? Бұл жерде жаңағы бірінші алған әйеліңіздің рұқсаты керек. Ол әйелің, бірінші алған әйелің бала тауып тұрса, жалпы толыққанды әйел ретінде кемістігі болмаса, бірақ сондай бола тұрса да, бірақ бір керек болып қалатын болса, оның да үзірі бар ғой. Ол уақытта онымен келісу керек. Ешқандай үзірсіз екінші әйел алуға болмайды. Шариғат үкімі бойынша. Шариғатта келісіммен болу керек. Түсіндің ба? Өйткені арада шариғаттың үкімі сол. Болды ма? Бірақ енді қазір біздің уақытымызда депутатпын мен депутатпын. Сонда екі әйел алуға заң қарайтын болды. Екі әйел алуға. Өз оғады енді екі әйел жамандап келгендер ғой. Оны кейін мен шығып сөйледім. Тоқта, кешеге дейін екі әйелді жамандап келдіңдер ғой бәрі. Енді бүгін екі әйел деп тұрсыңдар. Ал екі әйелді қайтып аласың, екеуінде ЗАГС бересіңдер ме, бермейсіңдер ме? Жоқ дейді. Неге? Біреуіне қарай береміз. Біреуіне екіншісі кім болады сонда? Екеуіне де ЗАГС беруің керек. Екеуінде әйел деп танитын регистрациядан өткен болу керек. Сонда алыңдар дедім. Болмаса, бірінші әйелің, бірақ әйеліңді ЗАГСың бар, басқасын ЗАГСсыз болса, ол шариғатқа тура емес, болмайды дедім. Өткізбей қойдым мен. Тура ма жоқ па? Сол кезде өткізгеніңізде қазір бәрін екі әйелі болатын еді дейсіз. Ол заңды қылу керек қой. Заңды қылу керек. Заңды қылса, онда ешкім таласпайды. Екі әйелінде ЗАГСы бар. Мынау да ерім деп айтады. Сонда мен айттым, үлкен әйелге 3 бөлме үй берсең, екінші әйелге де 3 бөлме үй бересің. Анаған мұнша ақша берсең, бұған да солай бер. Алыңдар онда деді. Сен бірінші әйелді ЗАГСыға қоясың, екінші әйелді ЗАГСыға. Сонда ол ойнаспақ болады ғой. Тура ма жоқ па? Дым өткізбей қойдым мен. Жақсы, енді қазір дұрыс айтасыз. Ол ЗАГСпен болса, ешкімнің таласы жоқ. Бірақ оған әлі енді заң тұрғыдан рұқсат берілмеді. Берілмесе заңға барып айтып, мен мен қозғадым ғой мен. Өйткені ол адам тағдырын шешіп отырмын ғой мен. Тура ма жоқ па? Тура ма жоқ па? Дұрыс айтасыз. Сол. Қазір бір әйелдің ЗАГСы бар, анан әйелім десе, ол мойындамайды, әйел жоқ қой, документі жоқ қой. Дұрыс айтасыз. Содан қазіргі кезде бір екі үлкен өзекті қазір мәселе болып жатыр ғой. Біріншісі қазір елімізде болып жатқан жағдай. Одан кейінгісі қазір халықтың жаппай деп айтсақ та қателеспейміз, билікке көңілі толмайды. Қазіргі билікке. Мысалы, қазіргі жүйеге, қазіргі билікке, жалпы биліктегі адамдар сонда қандай болу керек? Билік пен халықтың арасында қарым-қатынас қандай болу керек? Мен бұған араласпаймын. Бұл саясат. Бұл саясатқа мен араласпаймын. Жоқ, саяси тұрғыда емес, жалпы. Жоқ, саяси. Бұл саясаттың ісі. Мен бұған араласпаймын. Болды ма? Жақсы, онда біз қазіргі кезде жастар біз сияқты жаппай кәсіпке қызығып жүр ғой, көбі кәсіпкер болғысы келеді, ақша тапқысы келеді, жақсы өмір сүргісі келеді. Енді былай айтқан кезде мына материалдық байлық жинағысы келеді. Енді осы тұрғыда байлық деген нәрсе қалай жиналады, байлық қашан тұрақты болады? Енді біріншіден мен бизнес болып көрген адам емеспін. Бірақ ақылмен танимын, оқығанбыз. Әбден бұны діни жағынан да, басқа жағынан. Діни жағынан айтсаңыз. Барлық. Бұл қазір бізде қазақтың қыздарын да, балдарын да орта мектепті бітіргеннен кейін өнерлік қысқа оқу орындарын ашып тәрбиелеу керек. Әркімнің қабілетіне қарай жетілдіру керек. Сонан кейін соны алып кететұғын қылып тәрбиелесе, біздің балдарымыз тез жетілетіне ешқандай күмәнім жоқ. Қазір бізде ол жоқ қой. Оқы. Нені оқиды? Сен, мәселен, әрбір ауданда, әрбір нелерде балдар, қыздар оқитын неше түрлі тәрбиелік оқуларды ашып жетілдірсең, балдар жетіліп шығарады, бұндай қиналмас еді. Тура ма жоқ па? Слесарлық, тоқырлық, нелердің бәрін күшті оқытып шықсаң, соны құр оқытпай, білгенін өткізу, білмеген өткізбейтін бастан шартпен қабылдау керек. Тура ма? Ол біліп шықса, мынандай кадрлер шығады бізде.
Ол ертең тарықпайды. Ауылдың балдары қалада монтёрда, слесарьда, басқада болып өсіп, кейін ар жағын өзі әкете береді. Бұған істеп жатқан ешкім жоқ қой қазір. Жасты тәрбиелеп жатқан тәрбие оқу жоқ қой бізде. Институт дейді. Оны ақша беріп өтіп жүр. Онымен не пайдасы бар оның? Бізге өнерлі, тәрбиелі жастарды шығаруымыз керек қой. Тұрма жоқ па? Ауыл шаруашылыққа өз жолмен тәрбиелеу керек. Техникаға өз жолмен тәрбиелеу керек. Барлығын тәрбиелесе, қазақтың қыздары балдарды алатынына ешқандай күмәнім жоқ. Болды ма? Иә, рахмет. Одан кейін қазіргі кәсіпкерлерде, әншілерде, қоғамда жүрген үлкен азаматтар жаппай қазір қайырымдылық жасауды бір модаға дейміз ба, сәнге айналдырды. Көбінесе қайырымдылықты жария жасайды. Мысалы, мен пәленбайға үй алып беріп жатырмын, мен мына көлік алып беріп жатырмын деп мысалы сөйтіп жасайды. Енді бұл жерде қайырымдылықты жариялап айту. Иә, сұрап жатырмын. Қайырымдылықты жариялап жасау мен жасырын жасау деген бар ғой. Осы жерде енді менің бір сұрағым, көп адамдардың пікірі екіге бөлініп жатыр. Біз қазаққа қайырымдылық жасаймыз деп, қазақты жалқау қылып үйретіп жатырмыз дейді, бір топ айтады. Мысалы, бәленше отырады, ана кәсіпкерлерге хат жазады, осылай, ойбай, менің қарным аш, жұмысым жоқ, маған ақша бер, балам ауырып қалды, маған көмектес деген сияқты қылып. Осы тұрғыда қайырымдылық қаншалықты жасалу керек, кімдерге жасалу керек? Өте сұрауың күрделі де, өте тамаша да, өте кетек сұрау. Түсіндіңіз бе? Өте күрделі де, өте керек те, дер кезінде орындалатын өте тамаша сұрау. Мәселен, мен негізі қайырымдылық істегенін мақтанып айтпау керек. Мына оң қолдың берген садақасын сол қол білмесін дейді. Бұл көрдің ба? Дегек, мынау оң қолмен қанша садақаға білген, мынау білмесін деген сөз, ешкімге мақтанба деген сөз. Тура ма жоқ па? Бұл өте жақсы тәрбие. Мәселен, мен өзімнің қазіргі болып атқан ісімді айтамын. Мынау мен қазір орталық мешіттің имамымын ғой. 1,5 миллион ақшаға жігіттер келіп, Қазірет, ақ батаңызды беріңіз, бірақ біздің атымызды атамаңыз деді. Өзіміз істеп береміз деді. Істеп бер. Атымызды мен айттым, осы мына жігіттерге істегеніне бата деп бата қылдық. Кейін ішін ақтаған жігіттер 1 миллионға жетпейді. Олар да солай қалды. Ал бұлар енді біреу медресе салып беріп жатыр, қыздардың медресесі. Қыздар оқитын медресе сап беріп жатыр. Біреулері имам отыратын үй сап беріп жатыр. Бәрі айтпайсыз дейді. Бірақ істеп беріп жатыр. Міне бұлардікі шариғатқа лайық нәрсе. Бәріміз білеміз оны. Бір күн кепті, менің атымды атамай-ақ біреудің атын атап қойсаңызшы қазірет. Менің нелерім шақырып, мынау басқарып атқан дедім де қой. Сен менмін деп айтасың деді. Анау сол айтып. Міне, бұндай жастар көп. Қазір жастардың ішінде тамаша иманды, тамаша адамгершілігі мол, тамаша инноватты жастар, қыздар бар. Енді осылар көп болсын деп тілейік біз Құдайдан. Содан кейін жаңағы жасырын. Ал енді жаңағы әркімнен қайыр сұрай беретіндер, мен оны да айтып берейін. Мен мұфтимын, 2 этажда отырамын. 2-ші этажда отырғанымда құлпырып, сөмкені көтеріп, еріндерін бояп қатындар келеді да, Пушкиндегі аржан парктың ішіне келеді да, шапандарын шешіп, соңғыға тығып, мынаяғын бұрыстып, жаман киімін киіп, кеп әнерге қайыр сұрап отырады. Бұған не дейсің? Сонда анаяқтың терезеден көріп отырам, әнерге келіп, қайыршылық қып отқанын көрім. Кешке қайтып баратқанда тағы анаяққа қалың ағаштың ішіне барады, шешініп, боянып, жұмыстан қайтқандай қайтып. Алаяқтық емес па бұлар? Бұларды кейінмен тексертсем, үйлерінде 2-3 машинелер, үйлерінде кілем толғандар екен. Бұғын қалай қарайсың? Сол үшін мен садақаны тек 2 аяғын ашық кесіп тастаған, нағылып тағандарғаны ғана беретін болдым. Көрдің бе? Бұл шындық. Бұл жалқау болып әркімге садақа беру, өздері қайта айта берудің не қажеті бар қазір? Біз міне беріп жатыр ғой жаңа жігіттер. Қалай істеп жатыр? 1,5 миллионға дейін істеп жатыр. Миллионға істеп жатыр.
Аналар медресе жатыр. Өзі үшеуі келді, үшеуін ертіп барып архитекторға барып айтып, сыздыртып, ол тегін сызып беретін болды. Ана жігіт, сен де мұсылмансың ғой дедім, давай істе мынаны. Мақұл Хазірет болды. Қазір істеп жатыр. Неге? Қазақтың қыздары бұзылып кетіп жатыр. Соларды сақтау үшін қыздарды оқытатын оқуға шығып жатырмыз біз. Тура ма жоқ па? Дұрыс, тура. Жария садақа деп жаңа айттым ғой, сол енді жария көп жаңегіде жария садақадан жасырын берген садақасының сауабы көп. Көбірек. Бірақ жариялап, мысалы біреуге үй алып беріп жатыр, біреудің енді бұл қазіргі саясат. Айтады енді басқалар да көріп алып, содан сабақ алсын. Жоқ, қазіргі саясат. Қазір біреулерге дереу өзін көрсету үшін үй беріп жатырмыз, не беріп жатырмыз, бір екеуін беріп дереу айқайлайды ғой телевизор. Сол саясат ұстап отырғандар бұлар. Өзін көрсету үшін. Яғни бұл шариғатта жоқ бұл. Мақтану шариғатта жоқ. Яғни ол дұрыс. Көмек беруіне бар. Мақтан мен бүйттім деуі ол екінші мәселе. Тура ма жоқ па? Түсіндім, дұрыс. Тура. Ол бар. Бірақ мақтану ол ананың несін нағып қойды ғой балам. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде тағы екінші мәселе, мына өкіметтерге де айтпақшы, мен бизнеспін, мен қайрым қылып жатырмын. Мені деп оған мақтану үшін де керек болуы мүмкін. Тура ма? Мені әртүрлі не шыға береді ғой бауырым, мұны іздей берсең. Не керегі бар бізге оның? Енді бір сұрағым, жалпы қазіргі кезде көп халықта жаппай жастардың өзінде де бар, бір стресске бір үйір болу, немесе бір сондай бір елдің бәрі бір жүйкесі тозып кеткен, сондай өзі. Халықтың жаппай бір жүйкесі тозып, сөйтіп жүрген бір кезең болып жатыр да қазір, енді қазіргі жағдайға да байланысты. Енді бір сұрағым, былай көтере алмайтын қайғы бола ма, қасірет? Адам көтере алмайтын. Енді қайғыға беріліп кетсең, өлімге кетесің. Ақыры өлімге апарып тоқтатады. Тура ма? Тәуекел түбі желқайық, өтесің де кетесің. Уайым түбі не құдық? Құмықты батасың да кетесің дейді. Көрдің ба? Уайым қылуда өзіңге өлімге барасың деп отыр. Тура ма жоқ па? Тәуекел қылсаң, өтесін де кетесің. Жеңгіске жетесің деп отыр. Ал уайым түбі не дедің? Уайым түбі тұңғиық батасында кетесің. Уайым түбі тұңғиық батасында кетесің. Бұнда осы мақалдың өз бабаларымыз бекарға шығарған жоқ қой. Тура ма? Яғни көтере алмайтын қайғы немесе жоқ? Жоқ. Ол өзің ұстауың керек оған. Шыдауың керек. Тура ма? Не үшін көтере алмайсың? Жалпы енді әртүрлі адамдарда әртүрлі болса да, соны ойлау керек қой енді. Жақсы ата, содан кейін енді сіздің жалпы тарих жағын жақсы білетіндігіңізді білеміз, тарих жағын оқыдыңыз. Содан кейін қазіргі кезде өзіңіз қатарлы үлкен аталарымызды айтып жүрсіз, Шыңғыс хан төңірегінде. Мен 90 жылы 3 күн Қосағашта болдым, 12 күн Баян-өлкеде болдым, 5 күн Ұлан Батырда болдым. Ұлан Батырда барғанда сендердің премьер-министрлерінің орынбасары бір бөлім бастығы барды, қазақ тілмаш болып. Бұл сұрады секретар чекасы олардың, Монғолияның. Мен айттым, бабамды көруге келдім дедім. Анау қаяқ кіріп кетерін білмей қалды. Неге дедім? Сіздерде қият деген ру бар ма дедім. Общий ру бар ма сіздерде? Жоқ. Мәселен, Шыңғыс хан әкесі қият, шешесі Қоңырат, әйелі Қоңырат. Кім болады сонда деді? Кім болады сонда? Біздің бабамыз сол көруге көрдім. Бірақ сіздермен бірге болғандығына нағып рахмет айтамын дедім. Міне бабаңыз деп мынаны маған қолмен берді. Қалай? Міне, сонда 90 жыл берді. Бұған қалай қарайсың? Сол секретарының өзін отырғызып кеттім ғой мен. Міне, 59 жыл Самарқанда Тиллақари нелердің Ақсақ Темірдің басына бардым. Сонда үлкен 4 бұрышты үлкен тасқа Ақсақ Темірдің
қият ұру екенін жазып қойған еді. Араб әрпіменен. Кейін анау Ислам Каримовтен бұрынғысы сол 4 бұрышты тастың бүтіндей жоқ қылдырып жіберді ғой. Қазақтығы білініп қалмасын деп. Соны бүтіндей алдырып жоқ қылдырып жіберді ғой майдалап. Мәселен, Ақсақ Темір қият, Шыңғысхан қият, Абурхан Бируни қият. Бұған ешкімнің таласы жоқ. Ал енді Ақсақ Темір қият болса, Ұлықбек те қият, Бабур да қият, оны Бабурлар тұрғаны. Сол үшін бұлар қорқады бұдан. Тұр ма? Мәселен, Қаттақорған деген жерде Бартөлттің кітабында Бартөлтті 4000 түтін жалайыр болған. Қоқан хандығын қорғап тұрғандар жалайырлар болған. Оларды кім айтады қазір? Мәселен, наймандар, нелер Шыңғысбағыменен келіп, неге дейін қап кеткен. Әр жерде наймандар бар. Ол қаяқтан келіп деп тұрсын. Шыңғысханмен келіп, сол жерде қалып, ел басқартып қалдырған шығар, ауырып қалған шығар, қалып, әр жерде наймандар бар. Ол қаяқтан келіп деп тұрсын. Шыңғысханның уақытында келіп қалып кеткендер. Тұр ма жоқ па? Оның бәріміз шындыққа айландыруымыз керек қой. Оның жасыратын несі жоқ. Ол қазақ. Біздің өзіміз қазір қызғанып отырмыз. Шыңғысхан, Ақсақ Темір қазақ болғанда дүние жүзінде бізге ешкім жетпейді. Мәселен, Македонский біздің ерамызға дейін 300 жыл болған. Ол Европалық. Тұр ма? Онан кейін Наполеон, онан кейін Гитлер үшеуі. Бірақ Азиядан шыққан Шыңғысхан, Ақсақ Темір, Аз-Захир Бейбарыс, Қайтбай деген адамдарға жететін жоқ қой. Бәрі қазақ қой. Содан орыс та қорқады, Европаң да қорқады, Қытайың да қорқады. Біздің тарихымыз Қытай, анау 4000 километрді қорқып, бізден қорқып соққан. Қамалын. Қыздарын әкеп беріп отырған жалынып. Тұр ма? Дұрыс айтасыз. Вот солай. Оны менезін қайта жасырып, гүң деуіңіз. Біздің жеріміз сөйлерді Алтайда біздің саққондардан тарқағанбыз. Біз бұяқты да, ояқа да барып, араласып өсіп жатқанбыз. Оны ешкім жоқ қыламайды. Мәселен, Тұран мемлекетін алатын болсақ, Тұран мемлекетінің орталығы Түркістан болды. Түркістан алдын Шабар деген қала болған, кейін Яссы деген қала болған, кейін Түркістан болған. Ал сол Тұран мемлекетінің астанасы Түркістан, bütün түркі халқының, түріктектес халқының астанасы. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған түріктің тәңірі берген несібі ғой. Ертеде Түркістанды Тұран дескен, Тұранда көп түрігін туып өскен, көп түрік ен шалып тарасқанда қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па дейді. Тұранға жер жүзінде жер жеткен ба, түрікке адамзатта ел жеткен ба, кең ақыл, отты қайрат, жүйрік қиял, түріктің ерлеріне ер жеткен ба дейді. Демек, түріктектес халықтың атасы бізбіз. Шаңғырақ бізде. Тамам. Керемет. Болды ма? Жақсы айттыңыз, керемет. Енді сұрақтарымызды да ақырындап азайтайық. Сұрайтын несем, қазіргі діни мәселеде енді біз сияқты дінге енді келіп жүрген жастар бар. Қазіргі діндегі секталар мәселесінде. Жаңа сәләфизм деп жатады, тағы да көп қой мысалы. Мешітте әртүрлі бір дау шығып жатады. Мысалы, осы төңіректе басын ашып, біз сияқты жастарға бір өсиетіңізді айтсаңыз. Мен өсиет айтқанда жалпы айтам. Мәселен, ағым бар, бағыт бар, секта бар, миссионер бар. Осыларды ажыратып алайық. Миссионерлер діннің шапанын жамылып, діндар болып келетұғын адамдар. Түсіндің бе? Мақсаттары басқа дейсіз. Ар жағында өзінің қандай мақсаты барын өзі біледі. Ал секта өзінің негізгі бұрынғы діннен бөлініп шыққан топ. Секта өзінің бұрынғы діннен бөлініп шыққан топ.
Демек өзінің дінін аямай бөлініп шыққан нәрседе бір арман бар ғой. Мақсат бар ғой. Сол. Ағым, бағыт деген сөз, сол әртүрлі жолға бұрып, елді былайда тарту жүру үшін керек нәрсе. Ал негізгі дін жаратушыдан түскен илахи дін төртеу. Бұны дәстүрлі дін дейді. Жаратушыдан түскен илахи дін төртеу. Таурат, Инжил, Забур, Құран. Бұл Құдайдан келген. Болды ма? Бұны дәстүрлі дін дейді. Қазір. Енді әлемдік дін деген діні бар. Әлемдік деген сөз, әлемде оның сенушілер, оның артынан ерушілер көп халқы барды айтады. Мәселен, ол үндіс десек те болады, буддизм десек те болады, бәрі бір ғой енді жақын. Буддизм, христиан, ислам үшеуі. Ең халқы көптір. Бұны әлемдік дін дейді. Екеу болды ма? Енді ұлттық діндер бар. Қытайдың өзінің діні бар, Индияның өзінің діні бар, Жапонның өзінің діні бар, Монғолияның өзінің діні бар. Ол діндер көп. Демек, дін монотеизм бір құдайлық дін, дуализм екі құдайлық дінге бөлінеді, политеизм көп құдайлық дінге бөлінеді. Тура ма жоқ па? Осы діндерді салыстырып келетұғын болсаң, мен осылайдан көпсі бөлінген. Ал енді бұрын қандай болған? Адам алейхиссаламнан тартып, Нұх алейхиссаламға дейін, 2000 жылға дейін барлық халық әлемде бір дінде болған. Оны праманатизм дейді. Ғылымда жазып қойған. Праманатизм бұрынғы ежелгі көнеді. Уақытта бәрі монотизм болған. Бәрі бір дінде болған. Ал енді жаңағы кейін көп дінге бөліну, Адам алейхиссалам дүниеден өткеннен кейін 2000 жылдан кейін пайда болды. Оған дейін бәрі ислам дінінде болған. Бұл праманатизм. Көрдіңіз ба? Алдыңғы уақытта бәрі бір дінде болған, кейін келіп, итке табыну, күшікке табыну, суға табыну, отқа табыну, ағашқа табыну, енді түрлі неге бөліну, сиырға табыну, тағы болып кетті ғой. Пұтқа табыну, doğru ма? Міне бұның бар осылай өздері жаратып алған нәрселер. Бұл политеизмге жатады. Болды ма? Жақсы түсіндім. Дәл қазір кезде мешітте мына жаңағы әртүрлі бір дау-дамайларға өзіміз көп куә боламыз да, жаңағыдай намазда әртүрлі тұрып оқиды. Айттым ғой жаңа. Ол әрқайсы өзінің ағымын көрсеткісі келеді. Түсіндің болды ғой. Сол. Сондайларға жалпы еріп кетпес үшін олардың да мысалы уағыз насихаты да менің байқағандай өте мықты сияқты. Енді оларға еріп кетіп атқан жастар бар, енді сон. Мықты сияқты емес. Мықты сияқты емес ол, болмайды. Мені өшерден таблиғшылар шақырды Талғарға. Талдықорған емес, Талғарға. Бардым, қасыма бір жігіт ертіп. Көп болып отырды. Әңгімені тыңдады. Таблиғшылар бұл Пакистанда оқығандар ғой. Білем ғой, мен әбден болған ғой, аралап көрген бәрін. Ал, кітаптар екен. Кітабын көрейік сендерді. Жоқ. Көрсететін кітап жоқ. Кітабын көргесімен біліп қойым ғой бәрін. Doğru ма? Сол үшін бізге бұндайлардың әртүрлі бұның кіріп келуі, бұның жүруі біздің заңымыздың солқылдақтығы. Эластичный заң болғандықты білдіріп тұр бұны. Басқа түкте жоқ. Біздің заңымыз эластичный. Сол, бұлайды. Бұл заң бір не болса, бұл жоқ нәрсе. Бітті тамам. Болды ма? Дұрыс. Ең соңғы енді бір сұрақтардың біреуі сіздерге осы қазір біздің қоғамдағы аурудың бірі деп айтсақ болады. Жемқорлыққа байланысты. Білесіз, билікте де барлық жерде өте қатты етек алып кеткен өкінішке орай.
осы жемқорлықты тоқтату үшін не істейміз, және бұл туралы біздің дінімізде не дейді жалпы? Енді мен діндегі жемқорлықты айтсам айтамын, а бұяғына мен араласпаймын. Иә, сол сізде жалпы дін жағы. Ал енді ислам дінінде ең жек көрілген нәрсе жемқорлық. Бұған ислам діні ау бастан тыйым салған. Ау бастан тыйым салған. Вәлә Құран-ы Кәрімде аузу биллахи минаш вәлә таъкулу амалакум байнахум деп ки әкеліп тұрып бәрін айтады да, бұны тоқтатыңдар дейді. Бітті. Тура ма жоқ па? Ал енді мынау парақорлық, пара беруші де отта, параны алушы да отта, параны тасушы да отта деген хадис бар. Жемқорлыққа қарсы ма жоқ па бұл? Параны берген адам да отта, параны алған адам да отта, параны ортада жүріп тасыған да отта дейді. Бұған қалай болады сонда? Мен ислам діні қалай тыйым салған? Өте жек көрілген нәрсе. Бұл халықты бұзатығын, халықтың болашағын жоғататығын нәрсе. Халықтың сенімін жоғат. Ол өз бір топ адамдар пайдаланып, bütün халықты бүлдіріп жіберуі мүмкін бұл. Тура ма жоқ па? Тура сол айтқан сценарийіңіз болып жатыр ғой қазір енді. Билікте де халықтың билікті ұнатпай жатқандығында бәрін. Сол үшін дінде айтты ғой. Пара беруші де, пара алушы да, параны тасушы да отта деген хадис бар. Бітті. Соңғы сұрақ, содан кейін сіздің жалпы ғылыми еңбектеріңіз туралы кішкене сөйлесек. Осы Дінмұхаммед Қонаев атамыз үлкен біздің осы тарихымыздағы үлкен патшалардың, ел басқарған адамдар. Сол кісіменен сіздің жалпы қарым-қатынасыңыздың өте жақсы болғандығын және естелік кітапшаңыздан да оқыдым. Бір тың деректер бар екен. Сол туралы. Кітап емес, кітап ол. Кітап, иә, сол кітабыңыздан. Мың жыламыз айтты, том ол. Тура ма? Иә, сол жаңағы сол сіз айтқан жердегі тараушаны алып оқыдық. Сол жерде бір керемет дүниелер бар екен, жаңағы Дінмұхаммед атамыздың сізбен қалай сырласқаны. Айтайын, сол ерін жауап берейін. Дінмұхаммед Қонаев атамызбенен жалпы сіздің қарым-қатынасыңыз туралы өзіңіз бастап айтып берсеңіз, қаншалықты болды, қандай мәселе? Мен айттым ғой, шақырды үйіне бірінші. Бұрын кездесіп жүргенбіз ғой, бұл үйіне арнайы жеке отыруға шақырған. Сонан енді Қазақстанда 18 миллион халық болса, арнайы шақыруменен жеке тек екеуміз отыру, менен артық Қазақстанда ешкім болған жоқ. Ол шақырмайды деп үйді бол. Тек мен шақырады. Түсіндің ба? Өйткені ол мені біледі ғой. Кремльден біліп отыр ғой. Тура ма? Ал бірақ бұл кісінің өмірі мақтанып, біреуді жамандап, біреуге нағып сөйлегенге елім, халқым дегеннен басқа аузынан сөз шықпайтын адам еді. Бұл еліне, халқына берілген адам. Бірақ дінді қатты құрметтеген адам. Осы дінге өте қатты берілген адам. Берілгені анасы өлгенде, анау Ташкентскийдің бойында мазарға көму керек болған анасын. Бұл ерге айтқан, бұл совет үкіметі сіңгірген еңбегі жоқ, бұл ерге жатуға болмайды деген. Енді ерді білесің ғой, кімдер жатыр. Сөйтіп, қырға апарып тастайық деп, Кеңсайға кеп жерлеген. Сол анасын жерлегені кейін Кеңсай мұсылмандарды көп кетті. Анасының басына тек ай қойды, әкесінің басына ай қойды. Басқа еш нәрсе жоқ. Мен өзімді де айттым, сіз қақиғы исламдың жақсы білген адамсыз. Әкеңіздің де, шешеңіздің де басына айдан басқа ешнәрсе. Нағыз мұсылман адамсыз деп күлдер жайып. Тура ма? Иә. Содан кейін сол Дінмұхаммед Қонаев атамыздың жаңағы осы өзінің бір көңілі түсіп, сізді жеке бір шақырған оқыдым, жаңағы келіп өзінің жаңағы жалғыздығын сізбен сырласып айтып, сол кезде сіз бір керемет басу айтыпсыз, соны осы айтып берсеңіз. Енді ол айтты, Хазірет, жалғыздық басқа түсті деді. Демек, балам жоқ, біреу өзім болып қалдым деген сөз ғой, әйелі қайтысып кетті. Оны кейін қарасам, өте көңілі нашар, өте қиналып отыр екен. Аға дедім, Мен бір сөз айтсам рұқсат па деді, Құдай сізге бойды да берген дедім. Бұзым ғой енді. Ойды да берген дедім.
білімді де берген, қақырамандықты да берген. Ал еліңізді 45 қаладан 90 қалаға жеткіздіңіз Қазақстанды. Сіз келгенде 45 қала болған. Қала. Оны 90-ға жеткіздіңіз. А бұл қалай? Құдайдың берген емес па дедім. Бәрін сізге беріп қоя берсе, басқалар не қайтеді аға дедім. Енді басқаларда іш болмаса балдар болсын да дедім. Тура ма жоқ па? Күлі жіберді оны кейін. Ал енді бірақ сіз қапа болмаң дедім. Сіз бір күні Меңдіахмет ата сізден сұрапты, ай Димаш тоқаласайш, ол туса өзіміз бағамыз, өзіміз қағамыз, сен бір әйел ал депті. Екі айтқандан демеп, үшіншісінде ыржайып, былай бір күліп, бүтін қазақтың баласы менің балам емес па депсіз дедім. Сонда о кісі үндемей қап, сіз шығып кетіпсіз деді. Сөзіңізден айнып қалдыңыз ба дедім. Бүтін қазақ отыр ғой деді бәрі айтты. Қазақ дүниеде тұрғанда сіздің бауырларыңыз отыр ғой бәрі дедім. Күліп жіберді ғой. Қалай? Жақсы айтқан ба? Жақсы. Болды ғой, не аласыз онды? Сізден туған бала жақсы болса мақұл. Жаман болса қайтеміз дедім оны. Соны менің өмірімде перзент турасында айтпайтын болды. Қалай? Дұрыс айтқан ба? Мына алдыңызда біраз кітаптарыңызды көріп. Мынау менің жазған кітаптардың бір бөлімі. Түсіріп аңдар, мынау менің өзім шығарма. Жалпы мынау Құранның аудармасы. Мынау пайғамбарлар тарихы. Мына тарын бәрі жазылып тұр ғой, тары нелер. 91 жылы аударған Құран. Қазақшаға аударылған. Жалпы 20-ға жуық еңбектеріңіз. 20-дан астам. 20-дан астам, да? Енді қорытындылап, жалпы өзіңіздің енді қызмет еткен еліңіз жастар бар, балаңыздан да немерелеріңізбен жасты балалар өсіп келе жатыр, өніп келе жатыр. Өзіңіздің қандай бір тілегіңіз, өсиетіңіз болса айтсаңыз, сонымен тиянақтап аяқтайық. Бірінші бөлімі деп есептейік. Енді менің еліміз Қазақстан. Қазақстан деген сөз қазақтың елі, қазақтың жері деген сөз. Тұр ма? Ал енді шығысы Қытайдың 4000 километрінен, батысы Италияға дейін, оңтүстігі Памир шоққысынан, солтүстігі Мұзды мұхитқа дейін біздің жеріміз болған. Уақытында, орта ғасырда, Тұран уақытында. Сол уақытта қазіргі Американың дүние жүзіндегі ең күшті, ең үлкен мемлекет деп отырмыз ғой. Сол орта ғасыр уақытында қазіргі Американың рөлін ойнаған мемлекет болғанбыз. Сол уақытта бабаларымыз жаяу жүріп, атпен жүріп, Қытайдың 4000 километр қамалынан Италияға дейін, мына Памир шоқ, мына Мұзды осы жерлерді алып, бізге қалдырған бабаларымызды мақтауға бола ма, болмай ма? Бола ма, болмай ма? Болады. Ал мына осынақ отырған жерің алтын киімді адам шыққан жер. Өнерде тұр, өнерде. Кіріп келетқан жерінде тұр. Алтын киімді адам. Бұл 2,5 мың жыл бұрын болған. Сонда алтынды жеп қылып тоқып, үстіне киім қылып тоқып шығу, қазір академик, профессор, докторлар тоқи алмайды ғой. Сол уақытта біз бұдан 2,5 мың жыл бұрын біздің ғылымымыздың, табиғат нелеріміздің өскеніне дәлел емес па ол? Сол уақытта бабаларымыз жетілгендігін көрсете ме, көрсетпей ме? Көрсетеді. Енді Тамарис апамызға келейік. Бұл да сақ, бұл да сақ. Алтын киімді адам да сақтан. Анау сақ ондар. Тамарис кирдің басын кесіп, қанды қарының ішіне басын салып, іздеген қан болса деп, Иранға қайтарып беріп жіберген адам. Бұдан 2,5 мың жыл бұрын болған. Білдің ба? Тамарис апамыз бұл. Демек, мынау алтын киімді адамдардың қандай біздің мәдениетінің өскені, және бұдан 2,5 мың жыл бұрын апамыз Тамаристің өзі сондай батыр болғандығын, сондай нелерді істегендігіне қарағанда, біз өте ержүректі өскен елдің балдарымыз. Doğru mu? Al ол енді бұдан 2,5 мың жыл болса, екінші дүниежүзілік соғыста СССРда, Совет үкіметінде 70 миллионнан асатын мұсылмандар бар.
Соның ішінде е татардан, е башқұрдан, е кавказдан бір мұсылман әйел батыр болып шыққан жоқ. Қазақтың 3 қызы шықты. Мәншүк Мәмбетова, Әлия Молдағұлова, Хафиза. 300-ден астам истребительден айдап бомба тастады Германияның үстіне. Қазақтың қара қыздары қандай. Истребитель айдап, сол уақытта. Демек, біздің қыздарымыз да батыр, балдарымыз да батыр, негізгі ержүрек елдің балдарымыз деп айтпақшы. Бірақ біз кейінгі кезде сәл ұқтап қалдық. 300 жылдай ұқтадық. 300 жылдан астам ұқтадық. 270 жылдай Романовтың қолында болды. Николай Романов. 70 жылдай Компартияның қолында болды. Жалпы 300 жылдан астам біз ұйықтап қалуға тура келді да, содан сәл кешелдеп қалуымызға себеп осы болды деп білемін. Енді осыны жөндеуіміз керек біз. Енді қайтадан бұрынғы ата-бабаларымыздың жолына түсіп, өзімізді көтеріп, біз еш уақытта біреудің нағылып алу емес, өзімізді қорғау, өзімізді нағылу. Ғалым десең, дүние жүзінің екінші ұстазы Әл-Фараби бабамыздыр. Тура ма жоқ па? Аристотель біздің ерамызға дейінгі адам. Ал біздің ерамыздағы бірінші адам Әл-Фараби десек бола береді. Мақтануға бола ма, болмай ма? Бұл қағын ұру. Ал бұған қалай қарайсың? Ал енді батырларға келсек, Шыңғыс хан, Ақсақ Темір, Az-Zahri Бейбарс, Қайтпай деген бабаларымыз болған. Бұлар қандай адамдар? Бұл дәрежеге ешкім жеткен жоқ. Сондықтан біз қай жағынан, ілім жағынан болсын, мәдениет жағынан болсын, ел басқару жағынан болсын, ешкімнен қалған халық емеспіз. Бірақ жаңа ұйықтап қалғанымыз бізге көп зиян келтіріп кетті. Енді сол ұйқыдан тұрып, енді қайтадан өзімізді тіктеуге. Бізге ешкім тіктеп бермейді, өзімізді өзіміз тіктеуіміз керек білді. Сол үшін жастарымыз әркім сөзіне ермей, әркімге ере бермей, өзіміздің бұрынғы немізді көтеріп қайтып алып шығуға ұмтылайық. Амин демекші.